Имам Шағрауи аптаның әр бейсенбі күні өзінің отбасымен отырып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға мәуліт оқып, салауат айтады екен. Және сол салауат бастамадан алдын отбасының барлық мүшелеріне айтады екен: біз қазір мәуліт оқитын кезде барлықтерің көздеріңді жұмып отырыңдар деп. Сөйтсе имам Шағрауидің кішкентай қызы бар екен. Енді ол баршаңызға мәлім, кішкентай балалар көзін жұмдым деп айтатын болса, ол міндетті түрде бет қолымен саусақтарын ашып отырып, көзімен қарап отыратын белгілі. Сөйтіп имам Шағрауи пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға мәуліт айтуды бастайды. Сол кезде бағанағы қызы көзін жұмдым деп саусақтарының арасымен көзімен қарап отырған кезде әкесінің бір нәрсені бітіп көзін жұмып жалап жатқанын көріп қалады. Мәуліт оқып біткеннен кейін қызы әкесіне барып айтады: әке, жаңа сіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға мәуліт оқимыз деп айтқан кезіңізде барлығыңызға көздеріңді жұмыңдар деп айтып едіңіз. Сол кезде мен көзімді жұмбай қарап отырып едім, сіздің бір нәрсені істеп жатқаныңызды көріп қалдым дейді. Сонда имам Шағрауи айтқан екен: иә қызым, сен де көрдің ба деп. Сонда қыз айтады екен: әке, мен нені көруім керек еді деген кезде, жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтқан кезімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам маған келіп өзінің екі қолымен сүт берді деп айтқан екен. Сол сүтті алақанынан қалып қалмау үшін тілмен жалағаным бар еді деп айтқан екен. Сондықтан құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтады ғой: кімде-кім маған бір рет салауат айтатын болса, Аллах тағала оған 10 салауат айтады, және оның 10 дәрежесін көтеріп, 10 қателіктерін кешіреді дейді. Қасиетті мәуліт айында Аллах тағала баршамызға өзіне лайықты құл болуды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға лайықты үмбет болуды баршамызға нәсіп етсін.